Достар, біз Румынияда жанармай бекетіне келдік. Ана жерде собачка жүр, далматинец сияқты. Мына жерде не біз санап жатырмыз, 102. Біздің теңгеге шаққанда румынский лей деп аталады валюталары. 102 теңге екен. 7-22 көбейтеміз, сонда 1 литрі 736 теңге шығады екен. Қазір польский злоты неше? Қазір бензин құйып алу керек, себебі алда бола ма, болмай ма, заправкалар біз білмейміз. Google картада көрсете қоймайды кейбір кезде. В принципе, біргелік. Немене? Біргелік баға. Польшада. Мына жерде, айтайық дегеніміз, Аушан бар екен, тоже магазиннің аты. Жанармай бекеті Петром деп аталады. Қаз көрсетем, Петром. Ішінде Аушан. Видно? Аушанды. Зеркаланы ше дұрыс тұрма сен? Мен жаққа. Ана жол. Петром. Кажется, қолма-қол ақшамен төлеуге болады, иә? Білмеймін, қазір көреміз. Қалай бағасы, қалай заправиться. Ішінде Аушан бар екен. Қазір шығып түсіремізші. Зарядканы алам. Бүгін сатып алған зарядкамыз міне мынандай келді. Мінекей. Осындай жерге келді. Зарядкалап жатырмын. Қайын шығып көрсетем. Магазин бар. Майлар да сатылады екен, иә, көрдің бе? Қалай? Май. Сен атын білесің ғой. Сразу келеді. Altı zloty. Көреміз. Беткенде примерно неше қалды көрсетіп надо санауға. Охо, ана жерде иттер жүр. Көрдің бе? Иттер жүр ана жерде. Үшеу екеу келді. Өздерімен өздері ойнап жүр ана жерде. Румыния, бірақ та қаланың атын білмейміз, иә? Қаланың атын қарау керек. Аушан. Аха. Аушан. Иттер ойнап жатыр. Жарайды, достар, келесі видеоға дейін. Мына жерде что-то иттер көп жүгіріп жүр. Мен машинаның ішіне кірейін. Келесі видеоға дейін. Румыния.